тұрғындары және бүгінгі қоғамдық тыңдауға қатысушылар, бүгінгі қоғамдық тыңдауды Саралдың жер қойнауы учаскесінде көмірсутек іздеу бойынша барлау жұмыстарының жобасына ықтимал әсер ету туралы есеп жобалары талқылауға шығарылып отыр. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес тиісті әкімшілік аумақтық бірліктің әкім аппараты өкілінің туралы етуімен өтеді. Жобаға тапсырыс беруші Қазақгаз барлау және өндіру жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, жобаны жасақтаушы Қазнегри жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Енді қоғамдық тыңдаудың хатшысын сайлауымыз керек, ереже бойынша. Енді өздеріңіздің араңызда ешкім болмаса, мен Қазнегри жауапкершілігі серіктестігінің маманы Ибраева Әсел Найманқызын ұсынамын. Қарсылық жоқ қой? Жоқ. Қарсылық болмаса онда жалғастырайық. Енді қоғамдық тыңдаудың регламентін бекітейік. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу 15 минут, қоғамдық тыңдаудың ашылуы 15 минут, жоба бойынша баяндама 15-20 минут, баяндамашылар Қазнегри жауапкершілігі серіктестігінің мамандары Сейтқалиева Гүлмира Қалбежанқызы және Тоқабаев Ақсәуле Нұржанқызы. Баяндамалар талқылау, баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауға қатысушылар ескертулер ұсыныстарын алу 15-20 минут. Қоғамдық тыңдауды қорытындылау 5-10 минут. Тыңдаудың регламенті осы. Келесі алғашқы сөз Қазақгаз барлау және өндіру жауапкершілігі серіктестігі өкіліне беремін. Ал саламатсыздар ма? Қоныс ауылының тұрғындары. Біз Қазагаз компаниясынан келіп отырмыз. Атым Руслан Жұмашев, бас геолог болып істеймін Қазагазда. Қазагаз осы 25 жылы энергетика министрлігімен келісімшарт бойынша осы Саралы жерге тағылған учаскесінің ішінде барлау жұмыстарына құқық алды. Осы 26-28 жылдар аралығында барлау жұмыстарын көздеп отырмыз. Құдай қаласа осы шілде айында бастаймыз. Барлау жұмыстарымыз бірнеше жұмыстардан құралады. Оны нақтылай білетін әріптестеріміз айтып кетейік. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылары, сіздердің назарларыңызға 2025 жылғы 18 желтоқсандағы нөмірі 2578 келісім шартына сәйкес жүзеге асырылатын Саралжың учаскесіндегі геологиялық барлау жұмыстарының жобасы ұсынылады. Әкімшілік тұрғыдан алғанда, Батыс Қазақстан Саралдың учаскесі Батыс Қазақстан облысындағы Бөкейорда, Казтау және Жаңақала аудандарының аумағында орналасқан. Геологиялық телімнің жалпы ауданы 4387 шаршы шақырымды құрайды. Жер қойнауын пайдалану тереңдігі кристалдық іргетасқа дейін белгіленген. Келесі слайдта жобалар жұмыстың бағыты көрсетілген, яғни мұнда бірінші кезекте жалпы ұзындығы болатын 500 шақырымды құрайтын 10 профиль бойынша мұғытты 2D сейсмикалық барлау жұмыстары орындалады, және олар әрбір перспективалы учаскелерде бақылау желісі тығыздатылып, қабылдау пункттерінің арақашықтығы 25 метрден болады, ал қалған аумақтарда өңірлік зерттеулер мен перспективалы газ құрылымдарын анықтау мақсатында бақылау желісі сиретіліп, адам ұзындығы 100 метрге жетеді. Сондай-ақ шамамен 150 шаршы шақырым аумақта денелі түсірілім жүргізу жоспарланған. Бұл жұмыстар барысында 3000-ға жуық бақылау нүктесінде топырақ газының сынамалары алынады. Келесі слайдтар жобаланған жұмыстардың мақсаттары мен міндеттері көрсетілген, яғни бұл жерде жалпы ұзындығы 500 км болатын Могутта 2D сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу, Саралжың және порт Артур алаңында ауданы 150 шаршы километр болатын гелия түсірілімін орындау, және де Саралжың құрылымында Сар-1 және Сар-2 порт Артур құрылымында порт 1, порт 2 ұңғымаларын қазу жоспарлануда. Келесі слайдта Саралжың учаскесінде және порт Артур осы құрылымдарында жобаланатын ұңғымалар көрсетілген, яғни олардың басты мақсаты осы құрылымдардың геологиялық құрылысын зерттеу және неоген шөгінділеріндегі газды горизонттарды анықтау мақсатында жоспарланып отыр. Сонымен қатар бізде жобаланған жұмыстардың орындалу мерзіміне тоқталсақ, яғни 2026 жылы жалпы ұзындығы 500 км болатын далалық сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу, соның ішінде олардың жалпы осы жұмыс жасау ұзақтығы уақыты 150 тәулікті құрайды. Ал әрбір барлау ұңғымасын салу және сынау жұмыстарының ұзақтығы 112 тәулікті құрайды. Келесі слайдта осы тереңдігі 300 метр болатын ұңғыманың ұсынылатын құрылысы көрсетілген, яғни олар бағыттаушы құбыр, техникалық құбыр және пайдалану құбыры болып бөлінеді. Бағыттаушы құбыр ұңғыманың сағасын қорғау мақсатында 20 метр тереңдікке дейін түсіріледі.
техникалық құбыр 120 метр тереңдікке дейін орнатылып, тұрақсыз шөгінділерді оқшаулауға арналған. Және де пайдалану құбыры 300 метр бөлінді қабаттарды сенімді бекіту және ұңғыны сынау жұмыстарын жүргізу мақсатында жобалық тереңдікке дейін түсіріледі. Келесі сөз кезегін айлық келісім жалғастырады. Қоғамдық тыңдауға қатысушылар саралғы учаскесінде барлау жұмыстарының жобасына аттану әсері туралы есеп жобасы таныстыратын болады. Жобада жоспарланған жұмыстардың қоршаған ортаға әсері қарастырылады. Атмосфера ауа әсерді бағалау, басқа заттар шығарындыларын есептеулер, санитарлық қорғау аймағын жүргізу, су тұтыну, су бор көлемдері, өндірістік қалдықтарды басқару сияқты. Саралжан учаскесі әкімшілік жағынан Батыс Қазақстан облысы Бөкей ордасы, Казталов және Шағынқала аудандарының аумағында орналасқан. Жобаланатын порты және порт екі ұңғылары ең жақын елді мекен Ақпәтер ауылы, ал жобаланатын Сарба және Сарбек ұңғыларына ең жақын елді мекен Саралжан ауылы болып табылады. Жоспарланған жұмыстардың қысқаша сипаттамасы. Кестеде жобаланған ұңғылардың тереңдігі және барлау жұмыстары жүргізу мерзімдері көрсетілген. Іздеу бойынша барлау кезеңі Сарба және порт бір барлау жұмыстары басталуы 2026-2027 жылы 2 тоқсанда аяқталады. Іздеу бойынша барлау кезеңі Сарба және порт бір барлау жұмыстары басталуы Бағылау бойынша барлау кезеңі Сар 2 және порт 2 2027 жылы 2 тоқсанда басталып, 2028 жылы 2 тоқсанда аяқталады. Саралжан учаскесінде ұңғымаларының құрылысының ұзақтығы. Саралжан алаңында ауданы 150 шаршы километр болатын гейлі түсірілімін жүргізу 130 тәулік, Могуда 2-ді сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде техниканың жарықтары жұмылдыру 15 тәулік, дала жұмыстары 100-125 тәулік аралығында, демобилизация 10 тәулікті құрайды. Ал тереңдігі 300 метр болатын бір барлау ұңғымасын барлау кезінде дайындық жұмыстарына 4 тәулік, барлау және бекітуге 11 тәулік, ұңғымаларды жоюға 7 тәулікті қарастырады. Келесі бізде атмосфералық ауаның ластаушы көздер. Саралжан учаскесінде барлау жұмыстарының барысында атмосфералық ауаның ластану көздері технологиялық жабдықтармен, көлік техникасымен және құрылыс монтаж жұмыстары кезінде болады. Могуда 2-ді сейсмикалық барлау жұмыстары кезінде атмосфералық ауа шығарындылардың негізгі көздеріне біз 100 киловатт дизель электр станциясын, геофизикалық шеберханасын жару жұмыстарын қарастырдық. Ал геолит түсірілім жүргізу кезінде жұмыс алаңында атмосфералық ауаның ластану негізгі көздеріне жер бұрғысының күшті жетегін жер жұмыстарын жатқыздық. Ал жобалық тереңдік 300 метр болатын барлау ұңғымасы салу кезінде атмосфералық ластаушы негізгі көздері КАТ-3406 жану қозғалтқышы, олар парча бұрғылау сорғысының жетегі, технологиялық қорғау жылжымалы бу қондырғысы. Келесі бізде диаграммада Саралжан учаскесінде барлау жұмыстары кезінде атмосфераға шығарылатын зиянды заттардың көлемі көрсетілген. Атмосфералық ластаушы заттар шығарындыларының есептеу нәтижелері бойынша негізгі үлесті азот диоксиді, көмір диоксиді және көмірсутекке құрайды. Оның үшін негізгі үлесті ұңғымаларды барлау жұмыстары кезінде түсіріледі, ол 818 тоннаны құрайды. Ал Могуда 2-ді сейсмикалық барлау жұмыстары кезінде 71,5 тоннаны, ал геолит түсірілім кезінде 3,6 тоннаны құрайды. Келесі бізде атмосферада ластаушы азот және күкірт диоксиді және азот диоксидінің қосындыларының атмосфералық ауада таралу картасы көрсетіліпті. Атмосфералық ауада ластаушы заттардың таралу есептеу нәтижесі бойынша барлау ұңғымаларын барлау кезінде әсер ету аймағы шығарындылар көздері 1600 метрге дейін радиуспен шектеледі. Санитарлық қорғау аймағы шекарасында ластаушы заттар бойынша шекті рұқсат етілген концентрациядан асып кету күтілмейді. Сондықтан объект аумағынан тыс жерде қоршаған ортаға кері әсер болмайды. Келесі бізде өндіріс және тұтыну қалдықтың түрлері көрсетілген. Саралжан учаскесінде 8 қалдықтар түзіледі. Бұрғылау шламы, пайдаланған бұрғылау ерітіндісі, пайдаланған майлар, майланған шүберек, пайдаланған ыдыстар, металл сынықтар, дәнекерлеу электродтар және қатты тұрмыстық қалдықтар. Саралжан учаскесінде түзілетін барлық қалдықтар арнайы белгіленген орындарда жиналып, контейнерлермен жабдықталған алаңдарда уақытта сақталады. Кейін қалдықтарды қайта өңдеуге, залалсыздандыруға жіберіледі. Бұның барлығын лицензиясы бар мамандырылған ұйымдар атқаратын болады. Келесі бізде Саралжан учаскесінде барлау жұмыстары кезіндегі қалдықтарды жинақтау лимиті көрсетілген. 4 ұңғыманың салу және сынау кезінде 1036 тонна қалдық, ал Могуда 2-ді жүргізу кезінде 6,6 тоннаны, ал геолит түсірілім жүргізу кезінде 3,9 тоннаны қалдықтар жиналады. Келесі бізде су тұтыну және су бұру, сумен жабдықтау. Саралжан учаскесінде су құбыры желілері жоқ, ауыз су қажеттіліктері үшін тасымалданатын бөтелкеде су қолданылады. Жұмыстарды жүргізу кезеңінде шаруашылық ауыз су, тұрмыстық және техникалық қажеттіліктері су тұтыну көзделеді. Сумен жабдықтауда келісімшарт талаптарына сәйкес мердігер ұйымдар жүзеге асыратын болады. Ал су бұруға келетін болса, орталық кәріз желісінің болмауына байланысты шаруашылық тұрмыстық сарқынды суларды жинау үшін жеткілікті көлемдегі сыйымдылықтар көзделген. Жинақталуына қарай сарқынды суларды автоцистерналармен
шарт бойынша мамандырған компанияны тазарту құрылыстарын әкететін болады. Ал өндірістік объектілердегі ағынды сулары тікелей су объектілеріне және жергілікті жердің рельефіне төгілмейді. Келесі бізде су тұтыну және су балансы көрсетілген. Гидросейсмикалық барлау жұмыстар жүргізу кезінде шаруашылық және ауыз су қажеттіліктеріне 3375 метр куб су пайдаланып, су бұру көлемі 2700 метр кубты құрайды. Ал өндіріс қажеттіліктері 100 метр куб су қарастырылған. Желілік түсірім жүргізу кезінде 405 метр куб су пайдаланып, су бұру көлемі 324 метр кубты құрайды. Ал тереңдігі 300 метр ғимарат салу кезінде барлығы 4 ұңғымадан су пайдалану 1724,31 метр кубты, су бұру көлемі 2438 метр кубты құрайды. Ал өндіріс қажеттіліктері 3488 метр куб су пайдаланады. Келесі бізде қоршаған ортаға әсерді азайту жөніндегі іс-шаралар, атмосфералық ауа бойынша арнайы техника мен автокөліктердің техникалық жағдайын бақылау, уақытылы қызмет көрсету, сапалы жанар-жағармай пайдалану, шаң басу сияқты экологиялық талаптар сақтау қарастырылады. Ал жерасты сулары бойынша су тұтыну және су бұру есебі жүргізіледі. Ағынды суларды жинау және тазарту ұйымдастырылады. Халықтарды қауіпсіз сақтау шаралары орындалады. Ал жер жамылғысы мен өзге жамылғысын қорғау бойынша автокөлік қозғалысы тек белгіленген жолдармен жүзеге асырылады. Қалдықтарды жинау, сақтау талаптары сақталады. Өсімдіктерге зиян келтіретін әрекеттері, соның ішінде оларды кесуге және от жағуға жол берілмейді. Жұмыс аяқталғаннан кейін аумақты техникалық қалпына келтіру жүргізіледі. Ал жануарлар дүниесі бойынша өндіріс нысандарға кіруін болдырмау, көлік қозғалысын реттеу, жылдамдықты шектеу және түнгі уақыттарда қозғалысты азайту шаралары қарастырылған. Ал халықтың денсаулығын әлеуметтік жағдайы қорғау мақсатында еңбек қауіпсіздігі талаптары сақталады және жергілікті халыққа экологиялық қауіпсіздік бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Келесі қорытынды жобада табиғи ортаның компоненттерін қолайсыз әсер ету көздері қаралды және орындалу жоба шешімдерін іске асыру кезінде қоршаған орта теріс әсерді төмендету үшін негіз болатын табиғат қорғау іс-шаралары көзделген. Экологиялық бақылауды ұйымдастыру бойынша ұсыныстар берілді. Осы жобада көзделген қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар Қазақстан Республикасында жүргізілетін экология талаптары толық сәйкес келеді. Қоршаған ортаға компоненттік және интегралдық әсерді талдау, жобалық техникалық шешімдерді ұстанған жағдайда қоршаған ортаға айтарлықтай теріс әсер етпейді деген қорытынды жасауға мүмкіндік берді. Назар аударғандарыңызға рахмет. Құрметті тұрғындар, екі баяндаманы тыңдап шықтық. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайын. Жұмысқа жергілікті жерден халық тартылуға тартылмайды. Барлау жұмыстары 1-2 айдың ішінде бітеді. Сейсмика 1-2 айдың ішінде, геолог 1-2 айдың ішінде. Оған арналған подрядчиктердің өз командалары бар, өз специалистері арнайы оқытылған, сондықтан барлау жұмыстарына келеді. Ал одан кейін кен орны ашылса, енді басқа. Онда сұрақтарыңыз жоқ болса, қоғамдық тыңдаудың қорытындысы бойынша хаттама жасалатын болады. Бүгінгі күнде барлық мәселелер қаралды. Жиынды жауапты жағдайлайды. Рахмет. Рахмет.